Сәлем достар, сіздермен бірге сұлулық әлемі. Пияздың шашқа пайдасы. Пиязды шырыны бар шаш маскасы тез әсерімен танымал. Бір қолдану шаштың күйін жақсартады. Өйткені пияздың құрамында күкірт көп. Дәл сол шаш жоғалту себебін жеңуге көмектеседі. Егер сіз пияз шырынын шаштың тамырына ысқылап, пияз шырынын шашқа оның бүкіл ұзындығына жақсаңыз, онда шаш фолликулалары мен шаш фолликулалары бір уақытта күшейеді. Пияз шырыны соншалықты тиімді, себебі ол бас терісін жылытады, қан айналымын жақсартады және витаминдермен қамтамасыз етеді. Сондықтан қан жасушалары арқылы қан айналымын қалыпқа келтіреді. Шаш фолликулаларына оттегін қажетті мөлшерде жібереді, ал өлі түктер түсіп кетеді. Ал олардың орнына сау шаш өсе бастайды. Бас терісіне ашық жаралары бар адамдарға жарамайды. Пиязды пайдалану шаштың түсуін айтарлықтай азайтады және шаштың өсуін ықпал етеді. Пияздың ерекше иісін бар пияздың жасалған шаш маскасы сіздің иісіңізді мазаламас үшін шашыңызға иіс береді. Шашты маскадан кейін лимон шырыны қосылған жылы сумен шайыңыз. Лимон пияздың жағымсыз иісін маскадан алып тастайды. Сіздермен бірге болған мен, сұлулық әлемі. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алла разы болсын.